Грекия президенті Прокопис Павлопулос жаңа үкіметті қалыптастырудың мандатын халықтық бірлік қозғалысының көшбасшысы Панайотис Лафазаниске тапсырды. Осыған дейін мұндай мүмкіндікті оппозиция лидері Вангелис Мимаракис пайдалана алмай қалған еді. Ол экс-премьер Алексис Ципрасқа қарағанда несие берушілермен болған кез келген келісімге қарсы тұруға ниетті екендігін мәлімдеді. Қазір елге керектігі үнемдеу шараларына қарсы тұратын жаңа парламент. Біз мандатты осыны дәлелдеу үшін пайдаланғымыз келеді, деді жаңа көшбасшы. Еске салайық, тамыздың басында үшінші қаржыландыру көмегінен сол кездегі премьер Алексис Ципрастың көптеген қолдаушылары бас тартты. Нәтижесінде басқарушы коалиция парламенттегі басымдылығынан айырылып, депутаттары Ципрасты өз уәделерін сатып кетті деп атаған халықтық бірлік қозғалысы бөлініп кетті. Ал премьердің өзі отставкаға кетуге мәжбүр болды. Грекиялық сарапшылардың атап өтуінше, Панайотис Лафазанистің жаңа кабинет қалыптастырудағы жаңа талпынысы осы жолғы соңғы мүмкіндік болмақ. Егер 3 күн ішінде қолынан келмесе, техникалық үкімет бекітіліп, мерзімнен тыс сайлау өтеді. Қаржы әлемі азиялық қор нарығын бақылауларын алды. Сарапшылар қытайлық құнды қағаздардың бағасын 9%-ға дейін құлатқан қара дүйсенбінің салдарына анықтауға тырысады. Бүгінгі сауда кезінде шанхайлық биржа 7 пунктіге төмен түсіп, қалпына келді. Бақылаушылар барлық проблема қытайлық нарықта деп біледі. Қытай жоғарғы өсу қарқынына ие үлкен экономика. Ол әлемдік дамудың локомотиві деген статусынан дүрбелең орталығына айналып үлгерді. Мұның барлығы нарыққа деген сенімділіктен айырды деп есептейді америкалық экономист Макс Вольф. Қытай экономика көлемі жөнінен және қызмет пен тауар импорты жөнінен әлемде екінші орынды иеленеді. Ал қазір инвесторлар қытайлық сұранысқа сеніп отырған әлемдік компаниялардан қауіптеніп отыр. Өз кезегінде сарапшылар қор нарығы кезекті минимумға жетті. Жақын арада қалпына келуі немесе тіпті өсуі мүмкін деп есептейді. Сейсенбіден бастап ресейлік интернет қолданушылар үшін Википедия қол жетімсіз болып қалуы мүмкін. Роскомнадзор байланыс операторларынан интернет-энциклопедияның наша туралы материалдар салынған парақшаларын бұғаулап тастауды талап етіп отыр. Алайда интернет-провайдерлер жекелеген парақшаларға тыйым сала алмайды. Сондықтан бақылау ведомствосының үкімін орындау үшін олар сайтты толығымен бұғаулап тастауы қажет.